Республикалық құқықтық ақпарат орталығы әділет органдары жүйесіне кіретін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жинақтау және есепке алуды, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен мүдделі заңды және жеке тұлғаларды құқықтық ақпаратпен қамтамасыз етуді жүзеге асыратын мамандандырылған кәсіпорын болып табылады. Кәсіпорын 1993 жылдың 16 маусымында елбасының жарлығымен құрылды. Республика бойынша филиалдық желілері де бар. Құқықтық ақпараттық орталығын құрудың мақсаты Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің бірыңғай мемлекеттік есебін қамтамасыз ету, компьютерлік технологияларды қолдан отырып, мемлекеттік органдар мен мүдделі заңды және жеке тұлғаларды құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету қажеттілігін толық қанағаттандыру. Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімін жүргізудің қамтамасыз ету кәсіпорын қызметінің негізгі саласы болып белгіленді. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының елбасының 1993 жылғы 16 маусымдағы номері 1228 жарлығына сәйкес құрылған болатын. Оны құрудың негізгі мақсаты Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімін есепке алуды жүзеге асыру және халықты құқықтық ақпаратпен қамтамасыз ету қажеттілігін өтеу болатын. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы өзінің негізгі қызмет бағыттары болып саналады. Біріншіден, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімін жүргізуді қамтамасыз ету. Екіншіден, заң деректер базасын қалыптастыру. Үшіншіден, жеке және заңды тұлғаларға құқықтық ақпараттық қамтамасыз ету. Және де Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің веб-сайтын сүйемелдеу болып табылады. 2011 жылдың 15 қыркүйегі жағдайында мемлекеттік тізілімнің ақпараттық жиылымы 60.415 жазбаны құрайды. 2006 жылдың шілдесінен бастап Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімі еркін қолжетімділігі бар интернет желісінде орналастырылған. Мемлекеттік тізілім ақпараттық базасы күн сайын жаңартылып отырады. Құқықтық ақпараттық орталық Қазақстандағы мемлекеттік және орыс тілдеріндегі заңнаманың алғашқы ақпараттық базасы, заң деректер базасының авторы және әзірлеушісі болып табылады. 2011 жылдың 15 қыркүйек жағдайында деректер базасы мемлекеттік тілде 55200 және орыс тілінде 44400 құжаттарды қамтамасыз еткен. Осы біздің кәсіпорынның негізгі өнімі ол заң деректер базасы болып табылады. Заң деректер базасы 1990 жылдан бастап барлық нормативтік құқықтық актілерді қамтиды. Оны осы базаға құжаттарды енгізу ол белгілі бір тәртіп бойынша жүзеге асырылады. Егер де мемлекеттік тізілім жүргізуге келетін болсақ, онда қазіргі уақытта, бүгінгі таңда, осы Қазақстан Республикасы мемлекеттік тізіліміне 60 мыңнан астам құжат енгізілген. Бұлардың барлығы 2006 жылдан бастап интернет нұсқасы да берілген. Яғни интернетте де бұл жөнде танысуға болады. Базада қажетті сілтеме және түсіндірмелер ресімделген нормативтік құқықтық актілердің алдыңғы редакциясын сақтау мүмкіндігі, сонымен бірге күші жойылған құжаттар кітапханасының болуы, енгізілген өзгертулер хронологиясының бақылауға мүмкіндік береді. Жаңа компьютерлік технологиялар құқықтық ақпараттық орталығында пайдаланушыға қажетті ақпарат шапшаң табуға көмектесетін заң деректер базасының ыңғайлы іздестіру қабықшасын жасауға мүмкіндік берген. Іздеу жүйесі түрлі іздестіру мүмкіндіктерімен жабдықталған және ыңғайлы. Мысалы, құжат мәтіндеріндегі сөз немесе сөз тіркестері, құжаттың қабылданған күні, қабылданған нөмірі немесе мемлекеттік тізіліміндегі нөмірі, классификатор, құжат түрі, ведомствоға қабылдану аймағы, қабылданған орын арқылы іздестіруге болады. Еліміздің тәуелсіздік алғанына биыл 20 жыл, осы 20 жылдың көлемінде республикамызда 55 мыңнан астам нормативтік құқықтық актілер қабылданған, оның ішінде 15 мыңға жуығы күшін жойған, ал қалғанына 4-5 реттен өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп отырған. Енді біздің республикалық құқықтық ақпарат орталығымызға келіп түскен барлық құжаттар, өзгертілетін құжаттар күнделікті мамандармен өңделіп, электронды түрде халыққа ұсынылып отырады. Осы нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізу
заң шығару процесіндегі аса маңызды процесс болып табылады. Ол заң шығару процесінен бөлек алуға болмайды, ол бірге қабаттасып жатады. Енді заңнамалық актілерге өзгерістерді енгізу үшін алдымен арнайы нормативті құқықтық актілер шығарылады, өзгертулер мен толықтырулар енгізу жөнінде. Сол бойынша осы заңнамалық актілерге өзгерістер енгізіледі. Деректер базасының бағдарламалық іздестіру қабықшасы заңнаманың нормативтік алабының жалпы, сонымен бірге жеке бөліктегі тақырыптар бойынша іздестіру арқылы хабардар болуға мүмкіндік береді. Құжатпен жұмыс істеу барысында екі терезе тәртібімен мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтінді бір уақытта қарастыру мүмкіндігі бар. Құқықтық ақпараттық орталықтың заң деректер базасын пайдаланушыларының ақпараттық құқықтық қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Бүгінгі таңда мемлекеттік тапсырыс шеңберінде барлық мемлекеттік органдар мен мемлекеттік қызметшілердің 6000 жұмыс орны заң деректер базасымен қамтамасыз етілген. Енді өзгерістерге келіп тоқталатын болсақ, мысалы бір заң келсе, заңның бір сөзі ғана өзгеруі мүмкін, немесе толықтай сөйлемі, немесе осы нормативті құқықтық акті заң талабына сәйкес келмейтін болған жағдайда күшін жою мүмкін. Оны сонымен қатар енді нормативті құқықтық актілерді өзгерткен кезде заңдық техника қолданылады. Ол бір жағынан осы өзгертулерді жүйелі түрде енгізуге мүмкіндік береді. 2001 жылы қабылданған әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне осы бүгінгі таңға дейін 119 нормативті құқықтық актімен өзгерту енгізілген болса, ертең келе шыққан, мысалы 2008 жылғы салық кодексіне бір 127 заңмен өзгертулер мен толықтырулар енгізілген. Құқықтық ақпараттық орталықта сонымен қатар халықаралық байланыстарды кеңінен орнатылған, себебі жан-жақтағы көрші мемлекеттер мен дамыған мемлекеттердің тәжірибесімен қамтамасыз етілмей отырып, біздің бұл саладағы жұмысымыз өрге басуы қиын дейді мамандар. Сол себепті де халықаралық байланыс саласы бұл жерде үлкен орын алады. Егер де кәсіпорынның халықаралық ынтымақтастық саласына келетін болсақ, біздің кәсіпорын Ресей Федерациясының құқықтық ақпараттық ғылыми орталығы мен Беларусь Республикасының ұлттық ғылыми ақпараттық орталығы мен Қырғыз Республикасы Әділет министрлігі мен Тәжікстан Республикасының Әділет министрлігі мен ТМД экономикалық соты мен және де Еуразия экономикалық қауымдастығының интеграция комитетімен ынтымақтастықта жұмыс істейді. Егер де соңғы іс-шара жөнінде айта кететін болсақ, 2010 жылдың 25 қарашасында Беларусь Республикасы ұлттық ғылыми орталығының шақыруымен біздің кәсіпорынның директоры Ербол Қанатұлы Оспанов пен заң деректер базасын басқару басқармасының бастығы Лиана Георгиевна Цай ұлттық ақпараттық технологиялар және құқық атты 3-ші халықаралық конференцияға қатысты. Құқықтық ақпарат орталығының алдағы уақыттадағы жұмысының негізгі мақсаты құқықтық саясатта жүзеге асыру, халықтың сауатын арттыруға бағытталған жұмыстарды жүргізу болып табыла бермек. Қазақстан Республикасы президентінің 2009 жылғы 29 тамыздағы 858 жарлығымен бекітілген құқықтық саясат тұжырымдамасының ережелерін жүзеге асыру, сондай-ақ Қазақстан халқын тегін құқықтық ақпаратқа тегін қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында біздің республикалық құқықтық ақпарат орталығы қоғамдық қолжетімді орындарда, атап айтатын болсақ, халыққа қызмет көрсету орталықтарында, соттардың ақпараттық анықтамалық киоскілерінде, жоғарғы оқу орындарының компьютерлік сыныптарында, сондай-ақ ғылыми көпшілік кітапханаларда осы құқықтық ақпаратқа тегін қолжетімділік орындарын ұйымдастырды. Олардың егерде санына келетін болсақ, дәл қазіргі уақытта 54 халыққа қызмет көрсету орталығында, 81 кітапханада, 39 жоғарғы оқу орнының компьютерлік сыныптарында және соттардың 58 ақпараттық анықтамалық киоскілерінде бүгінгі таңда осы құқықтық ақпаратқа тегін қолжетімділік орнатылды деп сеніммен айтуға болады.